Ал достар, қайырлы күн. Қалайсыздар? Бүгінгі біздің Teleport Pro Max сабағының 7-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз состояние туралы болады. Яғни состояние дегеніміз не ол? Оны вообще қалай түсінеміз, түсінігі қандай, онымен қалай жұмыс істеуге болады? Оның біздің видеоға қалай әсер етеді, немесе именно состояниеға байланысты клиенттермен қалай келісу керек, қандай бағада келісу керек, ол отказ берсе не болады деген сияқты көп деген осындай сұрақтар бар. Негізінде қараңыздар достар, состояние деген ол біздің кәдімгі обычный адамның көңіл күйі. Мысалы қараңызшы, сіздің көңіл күйіңіз жоқ болса, бір нәрсе істегіңіз келе ме, келмей ме? Осы сұраққа жауап беріңізші. Яғни бізде именно осы Шонбай онлайн ортасында, Шонбай бизнес скулда біздің осы жігіттердің арасында состояние деген тема өте керемет, қатты ұстанамыз сол теманы. Потому что ол біздің состояниеміз именно сыртқы емес, именно ішкі состояниеміз адамдарға именно біздің жұмысымыздың табысымызға, жұмысымыз қаншалықты успешный болады, соның барлығына тура қатты, прям прямой қатты әсер етеді. Прямой пропорциональный дейді ғой, солай қатты әсер етеді. Себебі состояние болмаса, именно адамның ішкі состояниесі болмаса, біз ешқандай жұмыс істей алмаймыз. Оны қалай көтереміз? Мысалы, элементарный, енді мен оны былай деп атадым, парадокс Starbucks деп атадым. Яғни Starbucks'тың парадоксы, Starbucks бойынша түсінік қалай, Например, Starbucks'ты бәріміз білеміз, оның кофесі бар, ол үлкен уже компания, керемет дамыған, уже өзінің жеке бренді қалыптасқан мықты компаниялардың бірі, именно кофе нарығында. Элементарный Starbucks'тан бір кофе алып ішу үшін, ол ең кемінде сізде бір кәдімгі осындай 400 граммдық кофелері 1500-1800 теңге тұрады. Ну, грубо говоря, 2000 теңгеге сіз бір кофе алып кетесіз ғой өрден. Енді қараңыз, Starbucks'та кофені адамдар не үшін алады? Ну, элементарно біз, мысалы, мен не үшін ол жерден ішемін, не үшін біз ол жерден кофе ішеміз. Ол жерде мындай ғой, егер де мен сізге барып қазір состояние көтеру үшін, немесе сіздің табысыңыз арттыру үшін, немесе сіздің видеоңыз успешный болу үшін барып Starbucks'та кофе іш деп айтатын болсам, сізге ең бірінші басыңызға сұрақ келеді. Қандай сұрақ? Оның бағасы келеді. Неге қымбат? Ну, неге мен барып кофе ішу керек? Мен 2000 теңгеге алған кофем не үшін? Ол менің элементарный көңіл күйіме немесе состояниеме әсер етеді деген сұрақ, сіздер әсер етеді деген сұрақ келеді. Достар, оны біз именно баға жағына емес, элементарный, оны кофені ішкеннен кейін қандай көңіл күйде боламыз, соған байланысты болу керек та. Мысалы, Starbucks'тан кофе барып алып ішетін болсаңыз, сіз барасыз, кофе заказ бересіз, тапсырсыз. Кәдімгідей, мысалы, мен үшін ол жерден кофе заказ беру маған бір состояние береді, көңіл күйім көтеріледі, сторисқа түсіруге болады, өзің атың жазылып тұрады деген сияқты темалар болады. Сол сияқты элементарный мелочь нәрселер сіздің көңіл күйіңізді бірден көтереді. Сол сияқты сіз осындай көңіл күймен жұмысқа кететін болсаңыз, және сол көңіл күйіңізбен бір видео түсіретін болсаңыз, именно біздің салада, ол сізде кәдімгідей өзіңізге деген сенімділік қатты әсер ететін болады. Сенімділік жоғары болады. Потому что сіз когда клиентпен сөйлесуге барған уақытта, сіз кәдімгідей уже өзіңіздің уверенно өзіңізге сенімді болып тұрасыз. Қандай баға айтсаңыз да сіз өзіңізге сенімді болып тұратын боласыз. Яғни бұл сізге какой-то бір определенный бір кішігірім күш-қуат беретін болады. Түсінікті ма? Егер де сіз жоқ дегенде хотя бы күніне 2000 теңгеге бір Starbucks'та кофе алсаңыз, ол сізге ең жоқ дегенде кәдімгідей сізге 15 мың, 20 мыңға, 40 мыңға күніне видео сатуға деген сізге әсер етеді. Ол да бір какой-то бір сіздің қымбат видео сатуыңызға қандай да бір әрекеттердің бірі. Түсінікті ма? Осындай. Одан бөлек состояние көтеретін заттар тағы да бізде, мысалы, біз не істейміз? Біз аптасына массажға барамыз. Яғни массаж ол қаттан аса қымбат емес, бірақ ол сіздің ертеңгі чекті жоғары болу үшін, сіздердің средний чектеріңіз, жаңағындай видеоларыңыз қымбатқа сату үшін ол да өте қатты әсер етеді. Яғни біз білеміз, когда біздің көңіл күйіміз жоқ болған кезде қандай көңіл күй жоқ болатын нәрселер бар. Элементарный ол біреуге қарыз боласыз, Кассибанктан қарыз болады. Үйдің кредиті бар, қарыз болады. Үйде бала шағалар, үйленген кісілер бар болатын болса, бала шағаның памперсі деген сияқтылар бар, квартираның ақшасы деген сияқтылар бар. Студенттерде кейде ақша жетпей қалады. Осындай элементарный заттардың барлығы не істейді? Біздің денемізде именно қатып қалады, денеміз қатып қалады. Сондай моменттерде бізге именно осы денелерді босату үшін специальный кәдімгідей жаттығулар бар. Ол кәдімгідей бізде Шонбай онлайнда жүретін медитациялар бар, немесе определенный массаж бар, дененің бәрін босататын істейді. Именно бұның барлығы сіздердің именно ертең видео түсіру кезінде қатты видеоңыздың кәдімгідей сапалы шығуына, және де өзіңізге уверен болуға, және клиенттің алдында кез келген бағаны айтуға қорықпайтын бір әрекеттердің бірі болады. Мен не үшін мысалы видеомда бұрын 50 мың теңге сататын болған. Ал қазір менде именно 15 секундтық бір сторис мен қазір 100 мың теңге сатам. Почему мен ол бағаны қорықпай айтам? Мысалы, маған клиент келеді, Асат мырза, мен сізге видео түсірейін деген қанша болады дейді. Мен айтам, мен бағам қымбат деймін. Сонда дайынсыз, анау клиент уже маған келген кезде ол уже сондай қымбат бағаға уже психологически дайын болып келеді да.
что ертең Асхат мырзаға мен видеоға заказ беретін болсам, оның бағасы по-любому қымбат, бірақ мен білемін, ол сапалы істеп беретін деп айтады. Сондай сеніммен келеді да, элементарный. Мен айтамын, білемін, менің бағам уже қымбат, білесіз ба деймін. Бұрын 50 мың болатын, қазір мен уже 100-150 мыңға түсіремін. Сіз сонда дайынсыз ба десем, ана клиент ұрады да, иә, мен дайынмын дейді. Все, уже клиентпен уже бізде арамызда ара қатынаста уже қандай да бір сенімділік пайда болады да. То есть сіздерде осындай қымбат бағаға сатқыңыз келетін болса, ең бірінші өздеріңіздің состояниеңізді туралау керек болады. Түсінікті ма? Енді тағы да өзіміздің состояниемізді көтеретін және де клиенттің алдында уверен болатын ол қандай бір тағы да бір себеп бар. Мысалы, қазір сізге бір сұрақ қойын, неге сіз қымбат чекке сата алмайсыз өзіңіздің видеоңызды? Енді сіздің біліміңіз бар, видеоны сапалы істейсіз да, мықты істейсіз. Примерно там 5 жылдық, ладно, видеограф болсаңыз, 5-6 жылдық сіздің опытыңыз бар, бірақ сіз қымбатқа сата алмайсыз видеоңызды. Неге? Осы сұраққа жауап бересіз маған? Так, мен бұны шешімін таптым. Мен осы күнге дейін уже қаншама нәрселерді көрдім, опыт жасап көрдім, я қасымызда жүрген ортаның опыттарын көрдім, барлығын көрдім. Мен бірақ нәрсені түсіндім. Не үшін біз қымбат бағаға чек сата алмаймыз? Себебі біз өзіміз әлі қымбат бағаға чек сатып алып көрмегенбіз. Ойлаңызшы, сіз миллион теңгеге мысалы бір зат сатқыңыз келеді, бірақ сіз миллион теңгеге сондай затты өзіңізге инвестицияға жұмсап көрмегенсіз әлі. Бұл кәдімгідей ондай психологический зат та бұл. Яғни сіздің миыңыз оған әлі сенбейді, что сіз 200 мың теңгеге 15 секундтық видео сатамын деген сіздің миыңыз сенбейді. Почему? Потому что сіз 200 мың теңгеге сол видеоға деген, сол видеоның біліміне арттыруға сондай ақша құртып көрмегенсіз. Сол себептен сіздің миыңыз сенбегендіктен сіз сондай баға сата алмайсыз. Ол баға қымбат болғандықтан емес, просто оған сіздің миыңыз сенбегендіктен әлі. Сіз өзіңіздің денеңізден әлі сонда 200 мың теңгеге курс сатып алып, білім алып, ондай сіз оқып көрмегенсіз де, өзіңіздің денеңізден пропуска етпегенсіз. Сол себептен сіз өзіңіздің денеңізден өткізбегендіктен сіз басқа клиенттің алдында там 50 мың теңгеге, 40 мың теңгеге, 100 мың теңгеге бағаны айтуға қорқасыз. Почему? Потому что отказ береді деп ойлайсыз. Бұл жерде уже отказдың темасы кетеді да. Түсінікті ма? Яғни, егер де сіз қымбат бағада примерно ең кемінде 15 секундтық видеоңызды 50 мың теңгеге, немесе 100 мың теңгеге, 150 мыңға сатқыңыз келетін, немесе 1 минуттық видеоларды 200 мыңға, 300 мыңға сатқыңыз келетін болса, онда сіз бірінші өзіңізге инвестиция жасау керексіз. Сол кезде ғана сіз өзіңізден сол бағаны өткізген уақытта, сіз өзіңіз сондай шығын шығарған уақытта, сіз когда клиенттің алдына барған кезде, сіз өзіңізге уверенный боласыз. Мынау менің видеом 150 мың теңге сатамын дейсіз, бере аламын дейсіз. Ана клиент уже сіздің айтқан дикцияңызға, айтқан сөзіңізге бәрін кәдімгідей уже мән беретін болады, потому что сіз өзіңіз аған айттым ғой, сондай бағада бір чек сатып алып көрсеңіз, сіз клиентке баға айтқанда сіздің дауысыңыз, дауыс ырғағы, дикцияңыз, интонацияңыз вообще басқаша болады. Сіз кәдімгідей уже ішіңізде ойлаңызшы, сіз бір неге барасыз, кездесуге барасыз, клиенттің алдына кездесуге. Сіз примерно оған примерно өзіңіздің біліміңізге инвестиция ретінде 500 мың теңге құртқасыз жаңағы. Зат алғасыз, там телефон алғасыз, стабилятор алғасыз, штатив алғасыз, білімге как минимум там бір 200-300 мың теңге курс оқығасыз темаға. И клиенттің алдына барасыз, еще қолыңызда Starbucks'тың кофесі бар, алып алғасыз, рюкзак іліп алғасыз, шашыңызды тарап, әдемі барасыз да клиенттен келесіз. Сіз смело отырасыз клиенттің алдында кәдімгідей. Қолыңызда там iPhone 11 ба, білмеймін, iPhone 10 болсын даже. И клиентпен кездесіп сөйлейсіз. И осы уақытта сізде уже айтады, клиент айтады, сіздің 15 секундтық сторис қанша баға түсіп бересіз дейсіз. Сол кезде 150 мың теңге деп айтсаңыз, сіздің уже анау айтқан 150 мың теңге деп айтқан сөзіңіз, интонацияңыз, дикцияңыз кәдімгідей өзіңіздің бір уверенностьпен айтатын боласыз да. И сол уақытта сіз өзіңіз уверенностьпен айтқан уақытта клиент оны қатты сезеді. Ол психологический уровеньда сіздің жаңа клиентіңіз, заказчигіңіз оны өте қатты сезінеді. И ол уже сіздің алдыңызда уже андай былай айтқанда, грубо говоря, прачка отырады да. Сіз смело бүйтіп отыра бересіз, короче. Мен 150 мыңға істеймін. Болды. И осы жерде тағы да бір нюанс бар. Осы мен 150 мыңға сіздің видеоны жасап беремін дегеннен кейін сіз үндемеу керексіз, болды, все. Қатып қалу керек. Ештеңе айтпау керек. И именно осы моментте какой-то бір 10 секундтың ішінде кім бірінші сөйлеп қояды, все, ол ұтылды. Мысалы, сіз 150 мың дедіңіз, и потом барып, негізі мен бағам 150 мың деп қате бір сөз айтып қалсаңыз, өзіңіз баға айтқаннан кейінгі тағы бір сөз айтып қалсаңыз, болды, сіз ұтыласыз. Почему? Потому что сіз ана 150 мың теңгенің бағасын сіз уже ақталып жатсыз да, не үшін мен 150 мың сатамын деген сияқты вообще клиенттен ақталасыз. Ондай ешқашан ақталуға болмайды, достар. Ол өте грубая ошибка. Кішкене күтіп тұрыңыз, бір 5 секунд, 10 секунд үндемей тұра беріңіз. Клиент по-любому сөйлейді. Неге қымбат деп айтуы мүмкін мысалы. Или 150 мың теңгеге қанша видео түсіп бересіз деп айтуы мүмкін. Все, клиент не айтса да бірінші сөз клиент айтты ма, болды. Ол сіздің алдыңызда уже ұтылып тұр. Примерно 150 мың теңгеге ол сізге уже келісіп тұр. Түсінесіз ба? Келісіп тұр. То есть ол осындай тоже продажалардың бір психологиясы да. Клиентпен именно қалай сөйлесу керек дегенде. Элементарный мысалы, мен Шымкентте бір 2-3 студенттерім бар, которые жақсы түсіретін мобилогтар, мен телепорт бір курсын оқыған осыған дейін. И олар ең басында видеоларын 10 мың теңгеге, 15 мың теңгеге, там потолок 20 мың теңге асырмайтын.
И олар не істеді, олар постоянно видео түсіре берді, опыттарын нарабатывать ете берді. И қазір спустя 1 жылдан кейін олар бір видеосын 100 мың теңге түсіреді. Ойлаңыз, Шымкент қаласында телефонмен видео түсіру 100 мың теңге, ол потолок, достар. Ол өте жоғары қымбат бағадағы мықты нәтиже. Потому что элементарный там 2 сағаттық тойға шығу үшін олар там обычно операторлар, монтажерлар 20 мың теңге немесе там 15 мың теңге, гулянкаға там 30 мың теңге беруі мүмкін да. Ал менің студенттерім сол Шымкент қаласында өзі 2-3 бала бірігіп жасап жатыр. Олар кәдімгідей 100 мың теңгеге бір видео түсіреді. Бір видео 100 мың теңге, 1 минуттық, таң қалдым мен кәдімгідей. И олар қазір уже бір рет уже солай 100 мың теңге түсіргеннен кейін уже келесіде клиентке барған кезде олар кәдімгі уверенность болады да, уже 100 мың, 150 мың айта беретін болады. Достар, түсіндіңіздер, психологияның именно, яғни біздің состояниеміз, ішкі көңіл күйіміз біздің бағаны сатуға, клиенттің алдында бағамен келісуде, даже обычно видео түсіру кезінде, креативті ойлау кезінде қатты әсер ететін болады. Егер де біз фокусымыздың барлығын мен видеомды қаншаға сатамын емес, мен видеомды қалай сапалы қыламын дегенге ұратын болсаңыз, ол сізде уже видеоңыз автоматты түрде уже қымбатқа сатылатын болады. Ал оны біз мен видеомды қалай креативті қылам деген ой келу үшін біздің ішкі состояниеміз, ішкі көңіл күйіміз керемет болу керек. Егер де мысалы сізде бүгін съемка болатын болса, бірақ сіз бүгін кешкісін төлейтін сағат 6-ға дейін там Каспиімда кредит қайтып жағамын деген оймен съемкаға баратын болсаңыз, сіздің ана съемкаңыз явно сапалы шықпайды. Потому что сіздің бүкіл фокусыңыздың барлығы қалай ана кісіне мен 40 мың теңге алсам деген болып тұр да. А не так, что қалай мен видеоны качественно қылып жасасам деген ойда емес. Сіз видеоңызды качественно сапалы ететін болсаңыз, сіздің ана тұрған түсірген видеоңыз элементарно, автоматически бағасы қымбат болатын болады. Түсінікті ма? Яғни достар, мен сізге айтайын дегенім, ол тек қана видео түсіру емес, состояние деген тема, ол бүкіл салада қатты әсер етеді. Тек қана видео емес, ол бүкіл там продажа болсын, білмеймін, торт пісіру болсын, любой салада именно адамның ішкі состояниесі ол өте қатты әсер етеді сіздің табысыңызға, сіздің қаншалықты успешный болуыңызға, сіздің видеоңыздың қаншалықты сапалы шығуына. Түсінікті ма? Енді осымен осы 7-ші сабақты бүгін біз бітіреміз. Келесі сабақта біз сіздермен 8-ші сабақта, яғни соңғы сабақта Телепорт Pro Max курсының переходтармен, яғни аниме переход бойынша мықты переходтармен сіздерге сабақ болатын болады, достар. Ендеше келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар.